Ақселеу биігіне танымдық экскурсиялар өткізілді. Тірісінде өзі таңдап кеткен қазақтың ұлттық жарысы өтетін бұрын Бәйге төбе, Қарауыл төбе деп аталып жүрген, бүгінде Ақселеу биігі деп аталатын Сарыарқаның төсінде сайын дала төңірегіндегі мәңгілік мекеніне танымдық экскурсиялар ұйымдастырылып тұрады. Сонымен қатар күй құдіреті тақырыбында шығармашылық кеш, Ақселеу Сейдімбек қара сөзбен жазған Алпамыс батыр жырынан үзінді мәнерлеп оқу, ұлттық құндылықтар Ақселеу шығармаларында зияткерлік ойын іс-шаралары өз деңгейінде өтті. Мектепте мұражай ашылды. Мұражайдың мақсаты алаш ардақтысы, арқаның алтын сандығы Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің баға жетпес құндылықтарға толы өмір жолын өскелең ұрпаққа насихаттау. Міндеттері жас ұрпақты алаш ардақтысы Ақселеу Сұланұлының өмір жолымен таныстыру, шығармаларын зерделеуге машықтандыру, мұражай жұмысын жандандыру жұмыстарына оқушыларды тарту, ізденіс жұмыстары арқылы білімдерін шыңдауға үйрету. Күтілетін нәтиже мектеп оқушылары және мектеп қонақтары тілі шырайлы, қаламы жүйрік жазушы, зерделі зерттеуші, халқының құндылықтарын зерттеген танымы терең тарихшы Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек жайлы терең мағлұмат алады, шығармаларымен танысады. Мектебімізде биылғы жылы 13 желтоқсан күні Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек атындағы мұражайы ашылды. Мұражай алаңында арнайы бөлме, қазақ тілі кабинеті және анықтамалық фойе бар. Мұражайдағы арнайы бөлме қабырғаларында мектеп төлқұжаты, Ақселеу Сұланұлы өмірбаяны жазылған стенд және оң жақ қабырғада балалық шағы, отбасы, қызметі жайлы мағлұматтар беретін фотосуреттер. Ал сол қабырғада елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жазған хаттарының көшірмесі қойылған, сондай-ақ теледидар арқылы бейнематериалдар мен мектеп оқушыларының ғылыми ізденіс жұмыстарын көруге болады. Бірінші сөреде қолөнер бұйымдары, екінші сөреде өзінің қолданған заттары, үшінші сөреде шығармалары мен баспасөз беттеріне жарық көрген мақалалары жинақталған. Қазақ тілі кабинеті арнайы қазіргі заман талабына сай жабдықталған. Қабырғаларына қазақ тілі және қазақ әдебиеті сабақтарында күнделікті сабақта пайдалануға болатын ақпараттық стенділер ілінген және интерактивті тақта көмегімен оқушылар назарына ұсына алатын тұжырымды материалдар жинақталған. Фойе ұлт жанашыры шежіре мобильді кітапханадан тұрады. Ақселеу Сейдімбектің азамат ретіндегі болмысын айғақтайтын айқын қасиеттерінің ең бастысы оның жалтақсыз ұлтжандығы. Бұл ұлтжандылық әйтеуір бір ұлтқа тиесілі болғандықтан қиқуға ілесетін пендешіліктен адам халқының қадір қасиетін терең танып, түсінуден туындаған құрбаншыл ұлтжандылық. Ақселеу Сейдімбек өзінің «Күйші жүре» атты кітабында былай деген болатын: өзіндік қасиеттен айырылған ұлт өледі, ұлтты өлтірмейтін оның төлтума мәдениеті ғана. Сондықтан азапты өмірді Тәңірдің сыбағасына балай жүріп, өткеннің асылдары болашақ ұрпақтың жан жүрегін жылыту үшін қол жалғап жіберуіміз қажет. Бұл сөз оның өмірі мен шығармашылығының бағдарламасы іспеттес. Мобильді кітапхана айдарында көрнекті ғалым жазушы, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сұланұлы Сейдімбектің көзі тірісінде жарық көрген көркем туындылары мен очерктері, Ақ қыз, қазақ әлемі, қазақтың күй өнері, қазақтың ауызша тарихы және тағы басқа беріліп отыр. Әр басылымның мұқабасында жеке QR-код басылған. Мектебіміздің оқырман қауымы өз мобильді құралдары арқылы ұнаған туындыны электронды түрде еш ақысыз көшіріп алуға болады. Ол үшін интернет сайттардағы ақысыз қолжетімді арнайы қосымшалар көмегімен кітаптың QR-кодын сканерлеу керек. Қазіргі таңда электронды оқуды сүйушілердің саны артып келеді. Біздің мақсат оқырмандарды Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек шығармаларымен виртуалды кездестіру.
Ақселеу Сейтімбек белгілі жазушы, әдебиет зерттеуші, ғалым, филология ғылымының докторы, халқына мол мұра қалдырған жан. 8 монография, бірнеше тарихи әдеби еңбек пен оқу құралдарының 400-ден аса ғылыми мақаланың авторы. Халқын ерекше сүйген ұлтжанды жазушының шығармашылығының шоқтығы биік, берері мол. Келесі сөз кезегі аудандық білім бөлімі әдістемелік кабинет меңгерушісі Достаева Гүлшат Игілікқызына беріледі. Армысыздар, құрметті қонақтар. Бүгін міне біздің Жаңарқаның төрінде бір әдемі кездесу бастап алып отыр. Бұл дөңгелек столдың мақсатының өзі Ақселеу Сыланұлы Сейтімбектің 80 жылдығын республика көлемінде атап өтудің алғашқы кіріспесі десе де болады. Біз міне алдарыңызда жаңа Сейтімбек атындағы мектептің басшысы Бақыт Аманбаевна осы уақытқа дейінгі мектептің жасаған іс-шаралар туралы сіздерге таныстырып өтті. Ал енді біздің Жаңарқа ауданы білім бөлімі тарапынан біз Ақаңның 80 жылдығын былтырғы қыркүйек айынан бастап кеткен болатынбыз. Яғни қыркүйек айынан бастап әрбір мектепке арнайы жоспар жасалынды. Сол жоспардың аясында мектеп оқушыларын Ақселеу Сейтімбектің рухани бай шығармаларын насихаттау мақсатында кітапханашылар, мектептің тәрбиесінің меңгерушілері жоғарғы сыныпқа бөлек, орта буынға бөлек, төменгі буынға бөлек жоспар жасап, сол жоспар бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ақаңның шығармашылығы ол бір терең мұхит қой, ал оның тереңдігін сезіну әр оқырманның деңгейіне байланысты. Сондықтан біз төменгі сыныптарда өздеріңіз білесіздер, Ақселеудің шығармалары әдебиетке енгізілген. Міне осы әйел ана ертегісі әдебиетке 5 сыныпқа енгізілген. Ал бастауыш сыныптардағы балалардың деңгейіне арнап шығармаларынан жатқа оқу, суреттер байқауы, ал орта буынға, жоғарғы буынға әндерінен насихат жүргізіліп жатыр. Жалпы мына күй тақырыбында зерттеу еңбегі тіпті шам теңіз. Оны деңгейіне байланысты жоғарғы сынып оқушыларына зерттеу жұмыстарын беріп, бірлесе жұмыстар атқарып отырмыз. Ал бұл біздің Жаңарқа аудандық білім бөлімінің жоспары болатын болса, сонымен қатар Қарағанды облысы білім басқармасының 80 жылдық Ақаңның 80 жылдығына арнайы жоспары, оқу әдістемелік орталығының арнайы жоспары және осы Жаңарқа ауданы әкімшілігінің арнайы жоспарының бірлесе отырып біз іс-шараны әлі де жалғасын таптырамыз. Ал енді біздегі облыс көлеміндегі мектептерге бүгін міне алғашқы іс-шарамыз болатын болса, облыс көлемінде Ақаңның бір мақаласын, яғни Ақаң туралы жазылған бір мақаланы, не болмаса ол кісінің бір туындысын ауызша журнал есебінде әрбір мектеп 71 жыл шықты ма, 88 жыл шықты ма, ол кісінің очерктері болсын, әңгімелері болсын, міне осыған бір қабат шолу жасап, келесі мектеп оны жалғасын табатындай үлкен іс-шара бастағалы отырмыз.